Ұйқыдан ерте тұру үшін не істеу керек? Сіздермен бірге жан-жақты арнасы. Біз бұл видеода осы тақырыпта қозғайтын боламыз. Ал кеттік. Ерте тұру үшін ерте жату керек. Бірақ бұл мүмкін емес дейді көпшілік. Ал мамандар мүмкін дейді. Бүгін біз каналдың тыңдармандарына психолог, психотерапевт мамандардың кеңестерін ықшамдап ұсынамыз. Ерте тұру үшін алдымен неліктен ерте тұруың керек екенін түсіну керек. Күнім өнімді де ғажайыптарға толы болсын. Жаңа күнді қызықты іспен бастайын десеңіз, ерте тұрыңыз. Бұл туралы ұйқыға жатар алдында ойлаған абзал. Күн сайын ертең мына жұмыстарды іске асырам деп, өзіңізге ұнайтын шаруалардың тізімін жасап, оны күнде кешке қайталап оқып алыңыз. Әр күнді бұл күн ең соңғы күндердің бірі деп ойлап, мағынаға, махаббатқа толтыруға тырысыңыз. Кешке міндетті түрде жылы суға түсіп, оймен сол күнгі реніш, уайым, проблемаларды сумен шайып жіберіп, керісінше жақсы әсерлеріңізді ойлап, көңіліңізді көтеріңіз. Телефон, компьютерге қарамаңыз, тіпті 5 минутқа да қоспаңыз. Жатар алдында тойып тамақ ішу немесе ішімдік ішу өте зиян. Кешке 22:00-ден кейін ұйқыға жату керек. Ең әрі кеткенде 23:00-де жатқан жөн. Ерте жатқанның пайдасы түнде мелатонин гормоны түзіледі. Төсектен тұрып кетуге асықпаңыз. Ұйқыдан оянғаннан соң жұмыстарыңызды ойлап, тез тұрып кетсеңіз стресске ұрынасыз. Физиологтар таңертең керіліп созылудың өте пайдалы екенін дәлелдеген. Ағза оянады, көңіл күй көтеріледі. Ұйқыдан күліп оянудың әсері ұшан теңіз. Ғалымдар күлімсіреген кезде бет бұлшықеттерінің тартылуы мен көңілдің эмоционалды күйінің бір-бірімен тығыз байланысты екенін тапты. Еш себепсіз күлімдеп ояну өмірге оптимистік көзқараспен қарауға үйретеді. Күлімдеуді әдетке айналдырыңыз. Кейін кез келген кезде күлімдеу арқылы өз көңіл күйіңізді ретке алуға қол жеткізесіз. Айтпақшы, ұйқыдан ояту үшін қойылған сағат қоңырауының шырылынан кейін тағы біраз ұйықтау өте зиян. Оятқышқа өміріңіздің әсерлі сәтін еске салатын әдемі әуен қойыңыз. Бұл өте маңызды. Ұйқысы қанып ерте тұрған адамның жүзі нұрланып, ерекше сұлуланып тұратынын ешқашан естен шығармаңыз. Сонымен қатар, өзіңізді ретке келтіруге уақыт табылады. Кез келген жаңалықты бірінші болып біліп, әлеуметтік желіге жақсы ақпараттарды жариялауға мүмкіндік аласыз. Ең бастысы, ерте тұрған адам сабырлы қалыпқа түсіп, айналасындағы адамдармен қарым-қатынасы жақсара түседі. Адамның өзіне деген сенімділігі артып, ішкі жан дүниесі тыныштыққа бөленеді.